Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корей салаттарының бірі цветная капустадан жасалатын дәмді салатпен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сұйық май, сәбіз, қияр, укроп, петрушка, цветная капуста, дәмдеуіштер, болгар бұрышы, ащы бұрыш, сарымсақ және уксус керек болады. Толық керекті заттарды описаниеге қалдыратын боламын. Қайнайын деп жатқан суымыздың үстіне бір ас қасық тұз, бір ас қасық қант салып араластырамыз. Қайнағаннан кейін капусталарымызды салып 3-4 минут пісіріп аламыз. Бұл капусталарды ұзақ пісіруге болмайды, сондықтан 3-4 минут жеткілікті. Мінекей дайын болды, сүзгішпен сүзіп алып ыдысымызға саламыз. Енді керекті көкөністерімізді тураймыз. Тәтті болгар бұрышымызды осылай видеодағындай соломка ретінде турап дайындап аламыз. Одан кейін жартылай ащы бұрышымызды сіздер қоспай қойсаңыздар да болады, бұл міндетті емес. Видеодағындай турап дайындап аламыз. Енді сәбізімізді осылай турайтын боламыз. Менде терка болмағандықтан осылай турап алдым. Сәбіздеріміз корей салатындағындай туралуы міндетті, сондықтан теркадан өткізген оңайырақ болады. Енді қиярымызды ортасынан бөліп, жартылай кольцо ретінде тураймыз. Барлық көкөністерімізді турап дайындап алғаннан кейін табамызға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қатты қызған майымыздың үстіне жаңағы туралған бұрыштарымызды салып 1-2 минут қатты отта қуырып аламыз. Сіздер бұл салатты бір рет жасағаннан кейін ендігі рет сатып алмайтын боласыздар. Өте ерекше салат, дастарханыңыздың сәні болатыны сөзсіз, қонақтарыңызға да міндетті түрде ұнайтын болады. Енді капустамыздың үстіне сәбізімізді салып, көкшөптерімізді салып, сарымсағымызды езгіштен өткізіп, жаңағы қуырылған бұрыштарымызды маймен бірге құйып, оның үстіне дәмдеуіштерімізді салып, одан кейін қиярымызды салып, және уксусымызды құйып, жақсылап тұрып салатымызды араластыратын боламыз. Жақсылап араластырған салатымыздың бетін пищевая пленкамен немесе салафанмен жауып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің осымен салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жібек, назарларыңызға рахмет.